Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз орама нан жасайтын боламыз. Рулет, орысша айтқанда. Орама нанға бізге керек болады 400 граммдай ет. Менде мына жерде маринадталған ет. Картопымыз керек болады. Бұл жерде бір 7 картоп, орташа көлемдегі 7 картоп. Сонымен қатар 2 пияз. Үлкенірек болғаны жақсы. Және мен 3 сәбіз қостым, орташа көлемдегі сәбіз. Және сұйық майымызды қосамыз. Сұйық май бізде қамырын майлайсыздар, сондықтан ішіне кішкене өздеріңіз қарайсыздар. Майлы болсын десеңіздер, әрине 200 грамм қоссаңыздар болады. Одан да көбірек қоссаңыздар болады. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сонымен қатар міне тұзымызды, бұрышымызды қосатын боламыз. Мен қазір бәрін дайындап қойдым. Осы туралған жаңағы қосатын қоспаларымызды орама нанға қазір бәрін жақсылап араластыратын боламын. Бұл жерде мен етті қолмен турап алдым, пиязды қолмен турап алдым, ал картопты өздеріңіз көріп тұрғандай міне теркадан өткізіп алдым. Осындай қылып теркадан өткізесіздер. Сәбізді де дәл сондай қылып теркадан өткізіп аласыздар. Мінекей, енді қазір бәрін жақсылап араластырамын. Міне біздің сәйіміз осындай болды. Сондай әдемі болып шығады. Қазір енді осыны ораймыз қамырға салып. Ал енді қамырына келетін болсақ, мен 2 жайым қамырын илеп дайындап қойдым. Әр арасына 15 минут салып, 3 қайтара илеп қойдым. Енді қазіргі кезде уже дайын тұр, жаюға дайын тұр. Бірден көрсете берейін дедім сіздерге. Міне осындай 2 жайым нанды қатты емес, жұмсағырақ қып, орташа қатты да жұмсақ болмау керек. Қазір енді қамырын жаям. Енді жаңағы салмамызды, осы салмамызды әдемілеп жайылған қамырымыздың үстіне бір тегіс қып әдемілеп жайып шығамыз. Және өзінен бөлінген сокты төгіп тастап или сүзіп алмаймыз. Оны да бір тегіс қып жаңағыдай жаймалап құйып жібереміз, қосып жібереміз. Жаңағы салмасымен бірге. Өйткені мен мына жерде қамырға май жаққан жоқпын, байқасаңыздар. Салманың ішіне сұйық майымды көбірек қостым. Өзі де майлы болады, сондықтан жаңағы бөлінген согын бір тегіс осылай қосып жіберіп жатырмын. Нандарыңыз езіліп, жыртылып кетпейді. Бір тегіс қып барлық жерге тегізіп жағып шықсаңыздар, салманы жаңағы бір тегіс қып жайып шықсаңыздар болғаны. Сәбізден жасалған орама өте дәмді болып піседі, тәтті болып піседі. Сондықтан қатты тәтті болып кетпесін деген себеппен мен жаңа картопымды қосып жібердім. Қолдан туралған етті қостым. Фаршпен онша болмайды. Сондықтан қолмен туралған маринадталған етті қосуды жаңа сіздерге кеңес берем. Енді әдемілеп осы жайған жаңағы салмамызды қазір жақсылап орап, майланған табамызға салып, буға 45 минутта пісіріп аламыз. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Міне енді қазір не орайым, қазір табамызға салып пісіреміз. Қазір неке осылай орап шығамыз.
табама эмне салдым. Өтө әдемі болып піседі. Міне біздің орама нанымыз, яғни рулет дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне әдемі біздің орамамыз дайын болды. Дәмді болады. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.